Алмадан өте дәмді пирог дайындаймыз. Ұнға қопсытқыш және қант ұнтағын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасына сары майды салып, песочный қамыр дайындаймыз. Үстіне 4 жұмыртқаның сарысын салып, қамыр илейміз. Ал ақуызы бізге қазір меренгаға қажет болады. Қамырды формаға орналастырамыз. Жан-жағына бортиктарын жасаймыз. Заливка дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, сливки, қант ұнтағы, кукуруз крахмалы және бір жұмыртқа қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Формаға массамыздың жартысын құямыз және жан-жағына барлығына жақсылап жайып шығамыз. Үстіне туралған алманы салып шығамыз. Астына заливка құйғаннан кейін біздің алмамыз қазір піскен кезде суланып кетпей жақсы болып піседі. Қалған заливканы үстінен құйып, пеште 20 минут пісіріп аламыз. 4 жұмыртқаның ақуызынан меренга дайындаймыз. Қант ұнтағы мен кукуруз крахмалын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жартылай піскен пирогтың үстіне меренганы кез келген формада осылай жағып шығамыз және тағы да 20 минутқа пешке жібереміз. Пирогымыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Ас болсын.